Ирандық генералдың өлімінен соң мұнай бағасы өсім көрсете бастады. Жыл соңында баға 66 доллар болған еді. Қазір көрсеткіш 69 доллар 5 цент. Бұл өткен жылдың сәуірінен кейінгі ең жоғарғы көрсеткіш. WTI-дің баррелі 63 доллардан асады. Сарапшылар баға 80 долларға дейін көтеріледі деп болжам жасады. Егер баға шарықтайтын болса, америкалықтар үшін газ бен мұнай өнімдерінің бағасын осы қалпы ұстап тұру қиындай түседі. Тиісінше өндіріс қарқынын арттыру да оңай болмайды. Американың қор нарығында да айтарлықтай өзгеріс байқалды. S&P 500, NASDAQ және Dow Jones өндірістік индексі 0,7%-ға дейін түсті. Бүгін Американың бірқатар әуе компанияларының акциялары да арзандады. Енді олар жолақысын қымбаттатуы мүмкін. Қазір инвесторлар қауіпсіз активтерді сатып алуда. Сол себепті алтын бағасы да 2,13%-ға өсім көрсетті. Негізі қазір бұл жағдайға қарамастан да мұнай бағасының жылда 3-4%-ға көтеріліп отырғанымызды байқап отырмыз. Осы жақын болашақта мұнайдың бағасы 70 доллардан жоғары болатыны белгілі. Бірақ оны қазір қандай деңгейге дейін көтерілетін болжау қиын. Мысалға, ең жоғарғы көрсеткіш ол 2008 жыл болған екен. Бір баррельдің құны 147,3 доллар болған екен. Сондықтан ол осы деңгейге дейін көтерілуі әбден ықтимал. Ал доллар бағамы керісінше 0,42 теңгеге төмендеп, таңғы саудада 382 теңге 12 тиын тұрады. Еліміздің айырбас пункттерінде шетел валютасы 383-385 теңгеге сатылуда. Доллардың бағасын төмендеуі теңгенің көтерілуіне себеп болады деген сөз емес. Яғни былтырғы жылғы экономикалық жағдайдың әлеуеттің жақсаруымен бізде теңгенің курсы 382-383 теңге маңайында қалды. Сондықтан доллардың арзандауымен теңге көтеріледі деген пікір дұрыс емес.